Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Мукашева Гүлбаршын Дарынқызы, эпидемиология және биостатистика кафедрасының аға оқытушысы боламын. Сіздердің назарларыңызға СПСС бағдарламасында кестелер мен жұмыс жасау атты бейне сабақты ұсынамын. СПСС бағдарламасында кестелер мен жұмыс жасау деректерді көрнекі және түсінікті түрде ұсынудың негізгі тәсілдерінің бірі. Кестелер статистикалық талдаудың нәтижелерін жинақтап, зерттеу қорытындыларын салыстыруға және түсіндіруге мүмкіндік береді. Кестелер СПСС-тағы талдау нәтижесін бейнелейтін негізгі нысандар. Кестелер арқылы алынған мәліметтерді тек қарау ғана емес, сонымен бірге редакциялау, түрлендіру және Word секілді басқа да бағдарламаларға экспорттау мүмкін. СПСС бағдарламасында кестелермен жұмыс жасау тәжірибесін көрсететін боламын. Алдарыңызда СПСС бағдарламасының бастапқы беті ашық тұр. Ең алдымен қазір анализ дегенді басамыз. Бұл жерде таблица дегенді басамыз. Осының ішінде настраиваемый таблица дегенді басамыз. Окей дейміз. Пайда болған терезе екі бөлікке бөлінеді. Сол жақ бөлігі ол айнымалылар тізімі. Мысалы, жыныс, курс, осылар көрсетілген. Ал оң жақ бөлік ол жұмыс аймағы болып саналады. Жолдар мен бағандардан тұратын құрылым. Міне көрсетіліп тұр. Кесте үш өлшемнен тұрады. Жолдар, бағандар және қабаттар. Айнымалыларды қажетті аймаққа тышқанның көмегімен сүйреп орналастырамыз. Мысалға, жыныс бойынша стресс дәрежесін алайық. Бұл жерде бізде орташа шамасы көрсетіліп тұр, сандық мән болғандықтан. Бізде бұл стресс дәрежесі қалыпты емес тарау болғандықтан, біз бұны көрсетуде орташа шаманы алмаймыз. Біз басқа медиана және Q1, Q3 аламыз. Мына жерден басамыз, итоговой статистики деген, средний деген біз аламыз да, алып тастаймыз. Оның орнына біз медиананы қоямыз. Және квартира аралық размақты қойсақ болады, немесе бірінші квартилдерді қоямыз. Мына жерден процентилді алсақ болады. Яғни ол бізде 25 процентил және 75 процентил. Одан кейін применить к выделению деген басып жабамыз. Сонда міне бізде осындай мән шығып тұр. Енді осыны окей деп бассақ, қазір бізде кесте шығады. Мына жерде біз бұны мақалаларға осылай түрде көрсетеміз. Ерлер мен әйелдің стресс дәрежесі көрсеткен, бұл стресс дәрежесі қалыпты емес таралған болғандықтан біз медиананы бірінші және үшінші квартилдерді көрсетеміз. Ал 25-75 бұл процентил түрінде көрсетілген түрі. Яғни 25%-іміз ол бір квартилге жатады. Ал екі квартил ол бізде 50 процентил, үш квартил бізде 75 процентил. Сондықтан осылай біз процентилдерді белгілейміз. Келесі тағы біз енді таблицаны тағы да бір мысалын көрейік. Настраиваем таблица деп жазамыз тағы. Бұл жерде тек қана пол бойынша емес, курс бойынша да қарап, бірнеше мысалдарын шығарып алуға болады. Группа исследований бойынша да қарап, национальность бойынша қарап, тұрмыстық жағдайын қарап, балалар бар ма, соны қараймыз. Тұрғылықты мекен жайын қараймыз. Болса міне, бірақ бұл жерде СРС қалыпты емес таралғандық болғандықтан осылар бәріне қолданады. Окей деп басамыз, және осыны біз экспорт жасап алуымызға болады. Осыны копировать, вставить деп, Word документ ашып соған көшірсек болады, өзімізге мақалаға керек болғанда. Немесе мына жерден де сақтап алуға болады. Күрделі кестелерді жасауға болады. Бұнда оны көп қабатты кестелер деп айтады. Оны бірнеше айнымалыны бір уақытта талдауға мүмкіндік береді. Мысалы, көрейік күрделі кестелер жасап. Осыны біз қолдалайық та, мына жерге қойық. Ол бізде
осындай. Барлық осы курс бойынша, национальность бойынша барлығын біз қыздар мен ұлдарды жеке алып, осылай күрделі таблица құрастыруымызға болады. Біз мына жерге өзіміздің ойымызға қарай, өзіміздің қалай зерттеуге келетініне байланысты таблицаларды осылай құрастырып қойып құрастырсақ, таблицалар оңай түрде шығады. Нәтижесінде әр категория бойынша бөлек қабаттар шығады. Окей деп бассақ, қазір көп қабатты таблицамыз шықты. Жаңағы таблица тек ұлдар мен қыздарға бөліп шығып тұр. Сонымен SPSS бағдарламасында кестелермен жұмыс істеу нәтижені көрнекі түрде көрсетуге және оны кейін өңдеп ғылыми жұмысқа оңай енгізуге мүмкіндік береді. Кестелерді топтау және қабаттар жасау талдаудың сапасын арттырады. Назарларыңызға рахмет.